Тақырыбы организмнің бір тұтастығы. Қарастырылатын сұрақтар. Организм дегеніміз не? Организмнің әртүрлілігі. Екінші сұрақ, организмнің тұтастығы. Үшінші сұрақ, организмдегі элементтердің өзара қатынасы. Төртінші сұрақ, организм және орта. Жалпы организм дегеніміз өзін-өзі қайталап жасауға, өздігінен дамуға және өзін-өзі басқаруға қабілетті бар тірі биологиялық біртұтас жүйе болып есептелінеді. Организм түрлік жағынан өзін бірыңғай тұтас нәрсе ретінде көрсетеді. Сонымен қатар организмге мынандай да анықтама беруге болады. Организм бұл тіршіліктің бөлінбейтін бірлігі болып, және тұтас жүйе, тұтас бірігіп жұмыс жасайтын биологиялық жүйе болып та есептелінеді. Және де мынандай анықтамасы бар. Особь немесе индивидуумда, яғни латын тілінен аударғанда, бөлінбейтін, тіршіліктің бөлінбейтін бірлігі. Тірі ағзаның басты белгісі оның жеке бөліктерінің элементтерінің қатаң өзара тәуелділігі және олардың қатаң бағынуы мен өзара әрекеттесуімен сипатталады. Және де тірі организмнің жасушалық құрылымы бар. Жалпы айтқанда организм ол жаңағы биологиялық жүйе. Тірі организмдер жаңағы жасушаның санына байланысты бір жасушалы организмдер, колониялық организмдер және көп жасушалы организмдер болып бөлінеді. Оны сіздер білесіздер да, мысалы, бір жасушалы организмдерге амеба жататын болса да, колониялық организмге мысалы вольвокс да, және де көп жасушалы организмдерге басқа да, осы мысалы адам, мысалы сүтқоректілер, басқа да кластары көп жасушалы организмдер жазады да. Мына бізде суретте, слайдта гидро көрсетілген да. Енді мына көп жасушалы организмдер мен бір жасушалы организмдердің арасында жаңағы переходная зона дейді ғой, колониялық организмдер болып есептелінеді. Организмнің бір тұтастығы. Жалпы тіріні сипаттайтын келесі белгілер бар. Бұлар зат алмасу, энергияның ауысуы, екінші өсу, үшінші даму және көбею, төртінші тұқым қуалаушылық және өзгергіштік, бесінші барлық организмдер бір жасушалы және көп жасушалы болып бөлінеді. Мінекей бұлар жаңағы тіріні сипаттайтын белгілер болып есептелінеді. Организмнің тұтастығы, яғни бірігуі. Біріншіден ол неге байланысты? Организмнің барлық бөлшектерінің, яғни организм бөлшектеріне жасуша, тінді, мысалы ұлпа дейді, немесе ағза, сұйықтықтар барлығы қосылуы. Екінші, организмнің барлық бөліктерінің, яғни оның жаңағы тамырларында, қуыстар мен кеңістіктерінде айнала ағып жататын сұйықтықтардың байланысы, немесе оны гуморалдық байланыс деп атайды. Организмнің барлық үрдістерін реттейтін нерв жүйесінің көмегі арқылы байланысуы қамтамасыз етіледі. Яғни осы нерв жүйесі барлық осы организмде болып жатқан үрдістерді реттеп отырады. Нерв жүйесі, мысалы, әлі нерв жүйесі жоқ қарапайым организмдерде, мысалы амебаларда тек қана бір ғана байланысқа тәуелді олар. Гуморалдықта, яғни тамырларында, қуыстарында, кеңістіктерінде айнала ағып жатқан сұйықтықтардың байланысуы, гуморалдық байланыс. Нерв жүйесінің дамуына байланысты, ары қарай пайда болып дамуына байланысты гуморалдық және нервтік байланыстар пайда болып, жануарлар құрылысы күрделеніп, нерв жүйесі дамыған сайын жаңағы ол денені меңгеріп та, тірі организм денесін меңгеріп, әрі организмнің барлық үрдістерін, оның ішінде гуморалдық жаңағы үрдістерді де өзіне бағындырды. Осының нәтижесінде нерв жүйесінің жетекшілік ролімен бірге
нейрогуморалдық байланыс пайда болды, құрылды. Яғни сөйтіп өзінің тарамдары арқылы дененің барлық ағзалары мен ұлпаларының тіндерінде торлап өтетін және гуморалдық байланыспен бірге организмнің бірыңғай тұтас жаңағы жүйе ретінде бірігуін, яғни интеграциялануын қамтамасыз ететін жаңағы нейрогуморалдық байланыс сол жаңағы субстраты ретінде нерв жүйесінің қызметі арқылы организмнің тұтастығы пайда болады. Екіншіден, организмнің тұтастығы оның вегетативтік және сомалық немесе анималдық үрдістерінің бірлігімен қамтамасыз етіледі. Сомалық жүйке жүйесі сыртқы тітіркендіргіштерді қабылдайды, және қаңқа бұлшықеттерінің қызметін басқарады. Ал организмнің қимыл қозғалысын, сыртқы ортада бір жерден екінші жерге жылжуын да қамтамасыз етеді. Осы сомалық жүйке жүйесі. Үшіншіден, организмнің біртұтастығына рух пен дененің, психика мен сомалық дененің бірлігінде. Идеализм жанды дербес және танылмайтын деп санап, жанды денеден бөледі. Диалектикалық материализм денеден бөлінген психика жоқ деп есептейді. Психика ойлау қабілеті бар және ең жоғары дамыған және ерекше ұйымдасқан материяның көрінісі болып табылатын мидың денелік ағзаның қызметі болып табылады. Мінекей осы үш бағытта біздер организмнің біртұтастығын түсінуге болады. Ары қарай организмдегі элементтердің өзара қатынасы, оны қалай түсінеміз? Бүтін дегеніміз ол басқа жүйелерден өзгешеленетін жаңа ерекше сапасы бар элементтер мен үрдістердің күрделі жүйесі. Ал бөлік дегеніміз бұл жүйенің бүтінге бағынатын элементі болып саналады. Организм біртұтас нәрсе ретінде оның бөліктері, жасушалар, ұлпалар, органдар, яғни ол осы организм біртұтас болып бөліктерден тұрады, құралады, қосындысынан құралады. Бұл артықтық фило және онтогенез үрдістерінде бөліктердің өзара әрекеттесу нәтижесінде пайда болған жаңа сала. Берілген ортада дербес тіршілік етуге қабілеттілік организмнің ерекше сапалық белгісі болып саналады да. Мысалы деген бір жасушалы организмді, мысалы амебада дербес тіршілік етуге қабілетті ғой. Бір жасушадан тұрады, дербес тіршілік етуге қабілетті. Организмнің бөлігі болып табылатын, мысалы лейкоцит организмнен тысқары алынса, бөлек алынса, ол тіршілік ете алмайды. Және қаннан бөлініп алынса, өледі. Тек белгілі бір жағдайларда, қолдан жасаған жағдайда ғана, немесе лабораторияларда, зертханаларда оқшауланған қалай айтуға болады, ағзаларды тіндік культура дейді ғой, сондай жағдайларда ғана тіршілік етуі мүмкін. Алайда бұл оқшауланған жасушаларының қызметімен бірдей емес, өйткені олар басқа тіндермен зат алмасудан шығарып тасталады да. Біртұтас жүйе ретінде организм өзінің бөліктеріне жетекші роль атқарады. Барлық ағзалар қызметін айтып кеткендей нейрогуморалдық байланыс реттейді, соған бағынышты болады дедік қой да. Сондықтан организмнің оқшауланған ағзалар тұтас организм шеңберінде өздеріне тән қызметтерді атқара алмайды да. Мысал үшін деген ағзаларды көшіріп қондырудың қиындығы осымен түсіндіріледі. Ал организм біртұтас нәрсе ретінде өзінің кейбір бөліктерінің айырылған кейінде де тіршілік ете береді. Мысалы оперативтік жолмен адамның бір бүйрегін алып тастаса, басқа организм ары қарай дами береді де, бірақ та қызметі сәл төмендейді. Себебі барлық күш
екінші бүйрекке аударылады, былай айтқанда. Бөліктің бүтінге бағынуы абсолютті емес та. Өйткені мысалы деген бөліктің салыстырмалы дербестігі бар. Оны қалай түсіну болады? Салыстырмалы дербестігі деп бөлік бүтінге әсер ете алады. Оған жекелеген мысалы организмде бауырдың, өкпенің ауырған кезде, мысалы да бір жеріміз ауыратын болса, ол жалпы организмге әсер беріп отырады. Енді үшінші сұрағымыз ол организм және орта. Енді жаңа айтып кеткендей, организм деген ол тұтас бір биологиялық жүйе болады. Ол организм деген міндетті түрде сыртқы ортамен байланыста болады. Сыртқы орта организмнің тіршілігін қамтамасыз етеді. Сондықтан организмнің ғылыми анықтамасына сыртқы ортада кіру керек деп, Сеченев деген ғалым былай деп айтқан: барлық жерде және әр уақытта тіршілік белгілі бірақ өзгеріп отыратын құрылыс пен сыртқы әсер факторларының кооперациясынан құралады дейді. Организм қоршаған тіршілік жағдайларымен тығыз байланысты. Организм мен жаңағы тіршілік орта арасындағы шекара салыстырмалы. Себебі деген көптеген энергия алмасу, зат алмасу процестері үнемі жүріп отырады. Организмнің тіршілік жағдайларымен бірлігі оның қоршаған табиғатпен зат алмасу арқылы іске асырылады. Зат алмасудың тоқталуымен оның тіршілігі де тоқталады. Жануарлар мен адамдарда зат алмасу нерв жүйесінің жетекшілік рөлі жағдайында нейрогуморальдық реттеу арқылы анықталады. Нерв жүйесі организмді оны қоршаған ортамен теңдестіретін аса нәзік аспап қызметін атқарады. Организм мен және сыртқы ортаның бірлігі органикалық формалардың эволюциясының негізін құрайды. Эволюция үрдісінде организмдердің өзгермелі тіршілік жағдайларына бейімделуінің морфологиялық көрінісі ретінде олардың құрылысының өзгергіштігі байқалады. Яғни эволюция кезінде жаңағы организмдердің бейімделуіне байланысты, сыртқы ортаның факторларына байланысты олардың морфология, жаңағы ішкі құрылыстары, морфология көрінісі өзгере бастайды. Адаптация немесе бейімделу жүретін ортаның әсерінде де өзгеріп отыратын организмдердің тұқым қуалаушылық және де басқа да қасиеттеріне де байланысты. Ортаның өзгеруі қоршаған ортаның өзгеріп отыратын жағдайларына ұдайы бейімделетін организмдердің өзгеруін алып келеді. Сонымен бүгінгі дәрісімізде біздер организм дегеніміз не, организмдердің жаңағы бір жасушалы, көп жасушалы, колониялық организмдер деп бөлінетінін қарастырдық. Сонымен қатар организмнің біртұтастығы қандай жаңағы қасиеттерге, қандай ерекшеліктермен сипатталатынын қарастырдық. Гуморалдық байланыс дегеніміз не, нейрогуморалдық реттеу дегеніміз не деген ұғымдармен таныстық. Назарларыңызға рахмет.